Ауыздан кетпейтін хлопьядан каша дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен 2 пиала хлопьяны аламыз. Оны ыдысқа салып, үстінен су құямыз. Мен кашаны 2 есе көбейтіп жасап жатырмын. Астына 1 порцияның құрамын жазып қалдырамын. Ал енді ыдысты отқа қоямыз. Қасықпен арасында араластырып тұрамыз. Әйтпесем жабысып қалады. Қайнаған соң орташа отқа қоямыз. 5 минут қайнатамыз. Кейін сүт қосып тағы да араластырамыз. Осы арада тұз және қантымызды қосып аламыз. Міне осыдан кейін біздің хлопьямыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Келесіде осындай қандай рецепт шығарамын, соны астына жазып кетіңіздер. Сіздердің айтқан рецепттеріңізді шығаратын боламын. Қандай рецепт қалайсыздар? Және де менің Instagram каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар.